Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы нысандардың үш өлшемді модельдері. Оқу мақсаттары: нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құру. Оқушылар SketchUp программасында нысандардың үш өлшемді модельдерін құрастырып көреміз. Модельдерді құрастыру барысында модельдерді құрастыруға көмектесетін құралдармен танысатын боламыз. Және құралдарды зерттеу үшін оларды қолданып үш өлшемді модельдерді құрастырамыз. Олай болса, SketchUp бағдарламасын ашып алайық. Жұмыс алаңында кеңістікті басқару құралдары басқа модельдеу программалар сияқты SketchUp бағдарламасында жасалып жатқан модельдерді жақындатуға немесе алыстатуға бұруға басқа қырынан көрсететін навигациялық құралдар бар. Навигациялық құралдар мәзірдің камера бөлімінде орналасқан. Кітапта 174 бетте 5-те 2 кестені қараймыз. Сонымен қатар құралдар тақтасында да бұл құралдардың батырмалары орналасқан. Енді навигациялық құралдардың әрқайсысына жекеше тоқталып өтейік. Бұл айналдыру құралы, нысанды айналдыруға, қарауға арналған камера. Одан кейін келесі құрал бұл панорама. Бұның қызметі нысанды панорамалау. Басқаша айтқанда, жұмыс алаңындағы нысанды солға, оңға, жоғары, төмен жылжытуға болады. Келесі бұл құралдың аты лупа, нысанды үлкейтуге арналған. Келесі құрал бұл үлкейту терезесі, нысанды жұмыс алаңына сәйкес максимал үлкейтеді. Келесі құрал бұл нысанның алдыңғы түріне бір қадам қайту. Одан кейінгі мына батырма соңғы болдырмау әрекеттерін қадамдап кезек-кезегімен алып тастайды. Оқушылар, жоғарыдағы батырмалар қызметін толық игерсеңдер, сендер құрастырылып жатқан нысанды жан-жағынан көруді үйренесіңдер. Бұл өз кезегінде екі өлшемдегідей тек сызып жатқан модельдің бізге көрініп тұрған бетін ғана емес, көрінбей тұрған беттерінде көруге болады. Нысанның алдыңғы жағынан түсірілген көрінісі берілген болса, айналдыру батырмасы арқылы нысанның астыңғы немесе төменгі бөлігін көруге болады. Келесі ең қызықты құрал бұл менеджер құралы. Бұл құралды қолданудың өзіндік ерекшеліктері бар. Оның жұмыс істеу ерекшелігімен төмендегі мысалдар арқылы танысып шығуға болады. Ең бірінші сызу құралын таңдап, жұмыс алаңына доға сызып аламыз. Сызылған доғаның бір ұшына шеңбер батырма көмегімен шеңбер салып аламыз. Бұл сызылған шеңберді менеджер батырмасы көмегімен салынған доға бойымен тартамыз. Мінекей оқушылар, дәл осындай фигура пайда болады. Енді пайда болған доғаны заливка батырмасын басып, өзімізге ұнаған түспен бояймыз. Мінекей бізде бір қызықты нысан пайда болды. SketchUp программасының құралдарын тиімді қолдансақ, күрделі нысандардың үш өлшемді моделін оңай құрастыруға болады. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болатын болса, берілген тапсырманы орындаймыз. SketchUp программасының құралдарын пайдаланып, көрсетілген 5-те 29 суреттегі ғимараттың моделін салыңдар. Ғимараттың моделін жасау үшін өткен тақырыптағы және осы тақырыптағы құралдардың қызметін қолданамыз. Екінші тапсырма: арканың моделін жасаңдар. Бұл нысанды сызуда менеджер құралын пайдаланыңдар.